Елеместің анарынан сәлем. Бүгін мен сіздерге осындай 10 минутта дайын болатын әрі жұп-жұмсақ печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен менің парақшама тіркеліп, лайк басып және өз пікірлеріңізді қалдыруға ұмытпаңыздар. Ал ендеше қыздар, бізде кірісеміз. Ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып жіберіп, үстіне қантымызды салып, алдымен осылай венчиктің көмегімен бір араластырып аламыз. Одан кейін сармай бөлме температурасында еріген, немесе қатты асығыс болсаңыз, микроволновкаға бір ертіп алсаңыздар да болады. Қантымыз әбден ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнға өз қалауыңызша ванилин қоссаңыздар да болады. Мен сияқты осылай 2 немесе 3 бөліп салыңыздар. Бірден илеп ұнды салып жібермеңіздер, және жарты шай қасық ұн қопсытқышты салуды ұмытпаңыздар. 2 бөліп сал дегенім қыздар, себебі әр ұнның өзінің тығыздығы әртүрлі болады. Сондықтан 2 немесе 3 бөліп асықпай осылай жұп-жұмсақ қамыр илеп алыңыздар. Қараңыздар қыздар, менің қолыма жабыспайды, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Илеп болғасын бірден печенька жасауға кірісіп кете берсек болады. Дәл осы видеода көрсетілгендей кішкентай домалақ шариктерді жасап, қасымызда ыдысқа үстіне қант салып, қантты екі жағына аунатып, осылай противеньге пергамент қағазын төсеп, қасықтың көмегімен дәл осылай видеода барлығы анық көрсетілген. Өз қалауыңызша, фантазияңыз бойынша узор салсаңыздар болады. Міне қараңыздар қыздар, қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 10 минут, 13 немесе 15 минут аралығында қызартып пісіріп аласыңыздар. Өте жұмсақ, дәмді әрі тойымды, балаларыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Қыздар, өте дәмді, тағы да айтамын, іші толық піседі. Міне қараңыздар, асты үсті бірдей піседі. Рецепт сізге ұнады деген ойдамын. Тез әрі оңай. Сіздермен болған мен Анар Елемесқызы. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!